Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 88-ші сабақ «Бұлақ көрсең көзін аш». Райымбек бастауы. Райымбек сарбаздары алғашқы күні ақ сусыздықтан тарыға бастады. Бүгін екінші күн. Шыдауға тура келеді, деді Райымбек жігіттеріне. Таң атып жерге жарық түскенде тағы да су іздейміз. Тек бір адым шегінбейміз. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астынан шығарамыз. Райымбек атақты батыр көріпкел болған. Қазақтың жерін қорғаған. 17 жасынан бастап садақ атып, қылыштасып, күресуге дайын сарбаз болған. Бір күні Райымбек батыр сарбаздармен бірге қалмақтармен соғысады. Сол кезде қалмақтар Райымбек батыр мен сарбаздарын Торайғыр деген тауға қарай ығыстырады, яғни қуады. Ал ол тау бір ұрттам суы жоқ тау болыпты. Сол бірінші күннен бастап Райымбек және оның сарбаздары қатты су ішкілері келеді. Жануарлары да су болмаған соң шаршай бастайды. Ертеңісіне екінші күні тағы да су жоқ. Сол кезде Райымбек батыр былай деп сөйлейді: шыдау керек, ертең таң атып жарық түскенде тағы да су іздейміз. Тек кері қарай шегінбейміз. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астынан суды шығарамыз. Райымбек қатты ойланып отырды да орнынан атып тұрды. Қолына сүңгі алып, атқа да мінбей, көк ойнақты жаяу жетектеп жүріп кетті. Райымбек қатты ойланып отырады да орнынан атып тұрады. Қолына сүңгі алады. Сүңгі дегеніміз ұзын сапты найза. Атқа мінбейді, көк ойнақты жаяу жетектеп жүріп кетеді. Көк ойнақ деген Райымбекке нағашы атасының сыйға берген көктайы. Оны нағашы атасы 7 жасында берген. Атты жүре шалдырып, сайды өрлеп аяңдап келеді. Райымбек атты жүре шалдырады. Ол дегеніміз атты жүріп келе жатып, жемді ат дорбамен басына іліп жегізуді айтады. Атты шалдыру арқылы малдың жұмыстық қабілетін ұзартады, яғни атты шаршатпайды. Сөйтіп, сайды өрлеп, жайменен жүріп келеді. Сай дегеніміз тау етектерінде, далаларда кездесетін көлбеу келген ойыс жерді айтады. Жерден көз алмайды. Бір ойпаңдау жерге қарап кідіріп қалды. Сол араға келгенде көк ойнақ та жерден көк тістеп тұрып оқыранып жіберді. Сол жерден бас көтермей көкті искеп қояды. Райымбек жерге қарап келе жатады. Бір ойыс жерге келгенде қарап тоқтап қалады. Сол жерге келгенде көк ойнақ аты да жердегі көк шөпті тістеп оқыранып жібереді. Оқырану дегеніміз аттың таныс бір жайды сезініп дыбыс шығаруы. Яғни бұл жерде ат шөптен судың дәмін сезіп дыбыс шығарады. Сол жерден басын көтермей көк шөпті искеп қояды. Райымбектің күтіп келе жатқаны да сол еді. Ат қадалған жердің шөбі басқа шөптей емес, бояуы қанық, қою жасыл, тым балдыр, бойында судан тартқан нәрі бары ап-айқын көрінеді. Райымбек те осы сәтті күтіп келе жатыр еді. Аттың тұрып қалған жердің шөбі қою жасыл түсті еді. Шөптің бойында судан алған нәрі бар екені көрініп тұр. Райымбек дәл аяғының астына бойлата сүңгі сұқты да қайта тартып алды. Жерге құлаш бойы енген сүңгінің ұшына лайлы топырақ жұғылып шыққанда қуанып кетті. Содан әрі қарай 3 қырлы найзаны сол алғаш сұққан орнына қайталап бірнеше рет шаншыды. Түйгіштей сұққылап қайта тартып алғанда сүңгі соңынан атқылап су шықты. Қуанғанынан су деп дауыстап жіберді. Райымбек пен көк ойнақтың арқасында шөл далада адам да, ат та суға қанды. Алыс сапардан шаршап, шөлдеп келе жатқан жолаушы болса,
өзінің де көлігінің де сусынын қандыратын мөлдір сулы бастауды сол күннен бастап Райымбек бастауы деп атады. Оқушылар, сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, достарымызды шақырып, каналға тіркелейік.